Сәлем достар, сіздермен бірге Айша. Мен биыл 2-ші классқа көшкенмін кеше. Содан мен сіздерге 2-ші класста қаншама кітап болатынын, қандай кітаптар болатынын көрсетіп жіберейін. Менде қазақ тілден 1-ші бөлім, 2-ші бөлім, математикадан 1-ші бөлім, 2-ші бөлім, әдебиет оқудан 1-ші бөлім, 2-ші бөлім, музыка, цифрлық сауаттылық, ол акты, дүниетану, жаратылыстану, көркем еңбек, русский язык, ол орыс тілі. Сонымен мен мектепке дайынмын. Сіздерге кітаптардың дәптерін көрсетейін. Бізде ана тілден диктант дәптер, бір диктант дәптер и бір қазақ тіл жұмыс дәптері. Бізде осындай жақпақ дәптерге жазамыз. Ал математикадан бір бақылау жұмыс дәптер и бір жұмыс дәптер. Әдебиет оқудан бір мазмұндама и әдебиет оқудың өзінің бізде орыс тілден бір өзінің дәптері, АКТ-дан бізде өзіміздің дәптеріміз. Бізде дүниетану и жаратылыстанудан біз дәптерді өзіміздің сыныбымызға келеді. Сол үшін біз әлі алмадық ол дәптерді. Ал музыкадан и көркем еңбекте де келеді. Көркем еңбекте керек емес, сояқта біз альбомда неде саламыз. Ал музыкада біз просто ән айтамыз. Мен өзіме күнделік алдым, өйткені біздің сыныпта күнделік болмағаннан мен өзіме күнделік алдым да, а то бізде бәрі электронный. Менде ішінде мынандай мамам жасап берген. Нәрсте бізде сынып жұмысы, осындай нелерді жазамыз. Есіме ұмытып кетпеу үшін соншашыншы тақырып, соншашыншы бет дегенде жазамын. Достар, мен өзіме еще мектепке керек заттарымды алдым. Қазір керек құралдарын алдым. Мен өзіме разноцветный карандаштар алдым. Қайшы аузымен тұратын. Бізде еще өшіретін ручка и өшірмейтін ручка и простой карандаш, желім, өшіргіштің ішінде ұштағышы бар и өшіргіші бар. Алмақта просто обычный өшіргіш. Мен өзіме мынандай бір қыздың суретінің, Белла деген қыздың суретінің пеналын алдым. Гуашьнандай су салып қоятын кисточки, гуашь, 25 сантиметрлік сызғыш, циркуль, мынандай. Гуашь емес, шатастырдым, акварель. И потом өзіме сурет салуға альбом алдым. Цветной бумага алдым, мынандай түстері бар. Өзіме кітап қойғыш алдым. И пластилин алдым. Сумкам алдым. Мектепке ұстайтын үлкен көп нәрселер бар. Сумка алдым. Шынандай сумка. Ішінде кітаптар салуға болады, ішінде пенал, любой зат салуға болады. Ішінде керек емес заттар салуға болады. Ішінде біз өзіміздің хранилищемізді саламыз. Осымен мен сумкам осылай. И потом мен өзіме дене сумкамды алдым. Дене сумкасы сыртында Барби суреті бар, үлкен, ішіне аяқ. Сонымен бітті бізде влог. И біз ертеңгі күні бәріміз бірге менің үй тапсырмамызды орындаймыз. Сіздер мені көшіріп алыңыздар болады. Сіздер енді не алдыңыздар? Сіздер артық нәрсе алмаңыздар. Мысалы, сіздің апайларыңыз керек заттарды алып, қалған заттар керек емес болып қалса, сіз босқа ақшаңызды құртасыз. Маған лайк басып, подписываться етіп, менің каналымды ұстаңдар. Сонымен сау болыңыздар.